Бәріне сәлем достар, сендермен бүгін мен Жанасыл. Бүгін бізде достар Бравл Старстан қалай айтсам екен, пиццаны тартып алды дейма, сондай бір жаңалықтар естіп отырмын. Менде вроде 12 пиццам тұр. Достар, қалай ойлайсыңдар? Сендерге мынау акциялар ұнап ма? Пиццаны жинау қиын ба, оңай ма? Комментарияға жаза кетіңдер достар. Ал сендер видео басталмай тұрып каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Біз бірге бастайық. Так достар, сендерде қандай акция шығып тұр? Мен қараңдар, новое соревнование дейді, 2-ге 2 дейді. Бұл примерно мен ойымша анандай бұрында ангельский пресстар мен демонический пресстар болғандағы шыққан соревнованияға ұқсайтын сияқты. Және де бұл очкоға байланысты ойнап көрейік енді. Біріншіден бастап көрейік, қандай екенін көреміз бірге. Кензимен ойнағым келіп тұрған секілді. Так, новый боец Кензи ғой. Мощный легендарный боецтер. Легендарный боецтер арасында ең мықтысы осы деп айта аламын мен. Так, енді бағымызға орай бізге боттар түсті достар. Ал енді шайқасты бастасақ болады ал достар. Кеттік, маған ыңғайлы болып тұр мынау. Твой очко деген не бұл достар? Менің очколарым ба бұл? Түсінмеймін достар, команданың очкосы ма, либо менің ғана очком ба? Комментария жазып кетіңдер достар, мен қақпай тұрмын, что-то мына соревнованияны вообще бұл обновлениені көрмегеннен кейін сендерге ештеңе дөп басып айта алмаймын. Просто мен боттарым ойнап жүрген жоқпын, забери мячты үйретіп жатыр мен кәдімгідей бұлар. Мен негізі баскетбол білемін, бірақ мынандай той очко деген нәрсені мына фигняны білмейді екен. Гол. Так достар, мынау қалай өзі, сонда біз пиццаны қалай аламыз? Осыған байланысты ма, очкоға байланысты? Көрейік тағы да бірлес. Ой достар, ұят болып қалды, сыртынан салайын ба деп, сыртынан салсам 3 очко болады ғой. Мә достар, ренжімінде қателік көп комментария жазады ғой енді олар қазір. Қателіксіз ғой деп ше. Мұның қосып берді маған. Гиперзаряд сияқты сыртынан шыққат, какой-то бір фигня. 270-ден, қараңдар достар, қанша очкомен көтеріп алдым өзіме. Болды, матч бітті достар. Енді не болады екен? Расчет есептейтін ме екен? Қалай? Звездный игрок анау. Достар. 28.395 очко біздің қоржынымызда бар екен. Так, мына фигня немене мынау вообще? Достар, мен түсінім бойынша қазір мен 27-ші орында тұрмын. Қанша сонда көп алу керек бізге клубтағына андай мегагаппак сияқты шығып тұрам екен. Так, мынаяқта сонда қараңдар, бізде мұнан қараңдар 0 бәрінде, кейбіреулерінде уже 150 пицца алады екен біздегілер. 301 бәлемін былайынан көтеріп тастаған. По идее, бір каткадан 28 мыңнан алып отырса, ана бірінші орындағы адамнан асып кетуге менде шанс бар достар. Мен қалай айтқым келгені достар, клуб ашсам, яғни өзіміздің подписчиктер арасынан менің клубыма сендер кіре аласыңдар достар. Өздеріне қандай кубок ыңғайлы, яғни сол кубокты белгілеймін, сендер кіре аласыңдар достар. Комментарияға жазып кетіңдер, клубқа кірсем бола ма деген сияқты. Мен сендерге ответ беремін обязательно, және де клуб атын қалдырамын. Достар, если көп адам кіргісесе, мен ашамын. Сөзсіз ашамын достар. Ал енді кеттік. Очко салып ойнайық, себебі маған очколар керек. Мына екеуі 1761-ге келдік. Давай, очко сатсақ, 2-ге хорош! 1000 қосып берді достар. Арғарай еттік. Очко көтеріп алу қажет маған достар. Сол кезде мен бірінші орынға шығуға шансым пайда болады. Әнекей бізде 2 очко, 4 очко опты. Кажется, мне мынау оңай сияқты очко көбейту. Жеңілсем қанша очко беретін маған қызық қопты достар. Осы видеоны жеңілгенше ойнайықшы, давайте. Қанша серия жасайды екен. Бұған кубок берді ма жаңа, мен байқамадым достар. Көрейік, осыдан кубок берем екен, бермейм екен. Ал давай сақ көрейік. Ай, хорош достар. Осы катканы аман есен аяқтадық. Бізге кубок қайсал. Кубок бермейді екен достар. Және де
27 очко біздің қоржынға түсті. Жақсы. Жеңілгенше ойнаймыз дедік. Кеттік до конца жеңілгенше. Так, мен 25 орынға кеппін. Бірінші орында 36.368 дегенде. Кеттік онда до конца жеңілгенше ойнайық ал. Ал сендердің клубтан да бірінші орында қанша очко көтеріп тастағанын комментарияға обязательно жазып кетіңдер. Менің қасымда стол, мен тимейтін стол. 2-2 баскетбол ойнап атырғал. Мен пока что мен очком 0. Мыналар біреу ближник, біреу дальний. Бізде де сол почти. Кензи, ай, хорош. Давай, екеуімен әдемі кетті достар. Очко салып көрейін. Салын давай. Бәрекелді достар. Мың қанша? 464 очко. Опа! Хорош достар. Айырып атырық, нормально. Пока что. Пасуй мне. Давай, маған пас берші досым. 2024 деп тұр ғой достар, очкон көріндер ма? Былтырғы жыл. Нормально достар. Ал, кеттік. Ультамен сендерге подарка. Мау, базлайтерді өлтіп тұсау керек. Айбай, қателік болды. Ой, қателік болды. Хорош. Қырып салдық достар, пока что нормально. Стол өзін салып тасташ, кәнекей. Бір очко қиналмай тапсадық. 6 очко бізде салынды. Анау менің көбақыртынаған осы квест бар екен ғой. 30 бізге пицца береден. Кеттік. 51 пицца бізде. 100 кредит алып алайық. 1850 кредит бізде. Славарға. Слава үшке ма? Я, соған аз қалды. Айтпаш осы Мипл деген баясы маған қызық. Осымен бір испытать етіп көру керек. Бірақ бізде қазір видеода пиццаларды жинап, акцияларды сатып алу керек. Және де жеңілгенше дейін ойын болады. Если жеңіліп қалсам, осы видеоны тоқтатамын достар. До конца кеттік. Алға қарай жүре берейік. Қанша бой мен өткіземін. Соны бірге тамашалайық достар. Менің напарнигім бұл жерде менде Фрэнк екен, қарсыласта Нита мен Базлайтер. Базлайтерді мен өзім алсам, Фрэнк пайди, мұл жынды ғой, сразу апарып тығып. Достар, осындай Фрэнк келіп алды деген адам бар ма? Осындай ақмақ очко жинап алайық та хотя бы. Мынау әлде бұның техникасы сондай ма әлде? Сала берсе 3000 бірақ алып кетеді. Достар, топта сала берсек очко бере береді, Пайде бұның басы істейді негізі. Очконы үйтіп орап керек емес секілді, сондықтан да сұрасы салғысы кеп тұр. Ал мен болсам мұнаяқта мынаны қыртсайын қазір, жолын ашып берейін. Мен хотя мұн жинап алдым. Мынау уже сапсады. Ё-майо достар. Мынау мощный болып отыр. Барған сайын көрдіңдер ма достар, мынан техникасы уже 3265 ба, сонша жинап тастаған. Мен болса 21637, 1240-ақ. Сонан салған сайын 1000 очкодан бері отқан, бастық негізі қиналмай-ақ тез. Тязалы бесі сондықтан да болған ғой достар, жизнь көп, типа салып үлгеруге оңғайлы, байытсен бірі бұл. Уақыты бар ғой, яғни салып үлгеруге қысқаша айтқанда. Ал кеттік ал. Қанша победа сатсадым мен уже сатасы батырым, есім жоқ. Ал көрек осыдан жеңілсем мен ойынды аяқталым мүмкін достар. Бүгінгі видео мынау деген ойдамын, себебі новый соревнованияны көріп мен өзім шокта отырмын қазір. Мынан қараңдар, ал менде қазір 500 нәні Фрэнк хорош кеттіген вольт ақмақ сияқты что-то таш еткізіп көмектеспейді. Кеттік ал, бәрекелді достар. Яқтау ватыр. Что-то қазір жеңіліп қалсақ, қанша беретін қазір көрем. Жеңіліп қалса видео осы жерден аяқталып, және де каналға тіркеліп қоясыңдар ғой, сонда қысқаша айтқанда ше. Коста кибер дейді. Ал достар, қараңдар. Мен бар жоғы 1736 очко жинапсам. Мұны аяқтап Фрэнк қазір тығып сайма деген менде қорқынышты ой боп тұр тығыпса.
Вольт ойна. Тимик, не істеп атсың сен? Көмектессеңші маған. Аңғырыш жабылып отыр. Бақытын гиперзарядқа ұлтасың мен. Топ тепкен сен достар, қай ақмақтың қолынан келетін сен оңаңғаныш. Мен сияқты ойнау керек қой, хотя құтқарып. Мен нормально болып ойнатым өз болсын. Ито Кензи менде оп жоқ, не онымен ғана деп көрмесе оп. Әт деген ай деген сәттерде болды. Қазір сақтайтын секілді. Жоқ, видео осыдан аяқталады ау деген ойда. Пайди шанс бар. Давай. Жоқ. Хорош. Бітті. Достар, ренжімеңдер. Осы жерден видеоны аяқтаймыз ау. Жарайды достар. Бізге қанша беретін көреміз. Жеңілсек те 7524 очко берді. Ал достар, бүгінгі видео ұнаса каналға тіркел, лайк басуды ұмытпаңдар. Сендермен бүгін болғанмен жанасыл. Қош сау болыңдар.